Сәлеметсіңдер ме, балалар? 3-ші сынып, қазақ тілі, жанды және жансыз табиғат. Мұғалім мен Мұхамадиева Нұрер Багдәулетовна. Құрметті балалар, бүгінгі біздің сабақтың мақсаты. Сабақты бастамас бұрын жаңа сөздермен танысамыз. Новые слова. Жанды, жансыз, живой, неживой. Өсімдік, растение. Өседі, растет. Табиғат, природа. Жаңа сөздерді қайталаем, повторяем новые слова, записываем в словарную тетрадь и запоминаем. Жарайсыңдар, балалар? Өте жақсы, тамаша. Енді 9-шы бет 3-ші тапсырма. Прослушай, прочитай. Табиғат жанды және жансыз болады. Жанды табиғатқа адамдар, жануарлар, құстар, өсімдіктер жатады. Живая и неживая природа. К живой природе относятся люди, животные, птицы и растения. Жансыз табиғатқа су, тас, тау, күн, ай жатады. К недушевленной природе относятся вода, камень, гора. Жанды табиғат өседі, өзгереді. Живая природа растет, изменяется. Ал жансыз табиғат өзгермейді. А неживая природа не изменяется. Жанды, жансыз. Живая, неживая. Жарайсыңдар, балалар. Мәтінді тыңдаймыз, прослушаем текст, прочитаем. Құрметті білім алушылар, 9-шы бет 4-ші тапсырма жазылым. Везде точек ставить нужные слова. Адамдар, жануарлар, құстар қай табиғатқа жатады? Қай табиғатқа жатады? Жанды табиғатқа жатады. Қайсысы жанды табиғатқа жатады? Жарайсыңдар, балалар? Жанды, жансыз табиғатқа жататын сөздерді осы жерге жазамыз. Өте жақсы. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.